Баршаңызға қайырлы күн, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаның 19-шы күніне арналған ас мәзірін сіздерге ұсынамын. Біздің бүгінгі ас мәзірімізде духовкада пісірілетін шортан балығы, қуырылған гүлді қырыққабат және жаңғақшалар. Біздің бүгінгі ас мәзіріміз сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен тағамымызды жасайық. Бізге қажетті заттар: шортан балығы, сары май, сарымсақ, аскөк, лимон, тұз, дәмдеуіштер, картоп, сәбіз, соя тұздығы, пияз және майонез. Ең алдымен майонезге бүкіл дәмдеуіштерді саламыз. Содан соң сарымсақ салып араластырамыз. Ыдысқа ұсақтап туралған картоп, сәбіз, пияз, аскөк және дәмдеуіш қосылған майонезді салып араластырамыз. Балықтың керек емес бөліктерін алып тастаймыз. Балықты дәмдеуіштер қосылған майонезбен маринадтаймыз. Духовканың листіне фольга төсеп, ірі туралған картоптарды салып шығамыз. Картоптың бетіне майонез жағамыз. Пияз салып шығамыз. Пияздың үстіне ірі етіп туралған сәбізді және сармайды саламыз. Маринадталған балықтың ішіне дайындап қойған салмамызды салып шығамыз. Балық духовкада пісіп жатқан кезде өз формасын ұстап тұру үшін осылай шпажканың көмегімен қадап шығамыз. Балықтың екі жағын осылай кесеміз. Содан соң лимон қадап шығамыз. Балықтың үстіне соя тұздығын құямыз. Балықтың ішінен артылып қалған салманы да салуға болады. Дайын болған балықты фольгамен орап, 150 градус қызып тұрған духовкада 1 сағат пісіреміз. Содан соң бетіндегі фольгасын алып тастап, балықтың бетін духовкада 10 минуттай қызартып аламыз. Біздің балығымыз дайын болғанша тәттімізді жасайық. Ыдысқа 2 жұмыртқа және 100 грамм қант салып араластырамыз. Содан соң 100 грамм майонез саламыз. «100 грамм ерітілген сармай салып, жақсылап араластырамыз. 250 грамм електен өткізілген ұнды аз бөлігін саламыз. 60 грамм крахмал мен жарты шай қасық ас содасын салып араластырамыз. Қалған ұнды аз-аздан салып араластырамыз. Бізде осындай қою қамыр шығуы керек. Алдын ала қыздырылған мультипекарға қамырды жарты шай қасықтан алып, әр ұяшыққа салып шығамыз. Бетін жауып, 6-8 минут шамасында күтеміз. Содан соң дайын болған печеньелерді аламыз. Әлі піспеген печеньелер болса, мультипекардың ішінде қалдырып, тағы 2-3 минуттай күтеміз. Және де біздің қамырымыздың құрамында май болғандықтан, осылай қамырдан май ағып тұрады. Сол майларды ұяшықтан және беткі бөлігінен сүртіп отыру керек. Егер май тұра беретін болса,
печеньенің түп жағы қарайып пісетін болады. Осылайша қалған барлық қамырды пісіріп аламыз. Міне, бізде барлық жаңғақшалар пісіп шықты. Және де мен осы жаңғақшаның ішіндегі күйіп кеткен және де аппақ болып піскен жаңғақшаларды теріп алдым. Жаңғақшалардың ішіне салатын кремін дайындайық. 80 грамм творожный сырды блендермен араластырып аламыз. 250-300 грамм шамасында вареная сгущенка салып, тағы да араластырамыз. Оригинал рецепте творожный сырдың орнына сары майды қосады. Мен крем сияқты болып шығу үшін творожный сырды қостым. Ал егер сіз классикалық жаңғақшалар жасайтын болсаңыз, творожный сырдың орнына сары май қосыңыз. Керек емес жаңғақшаларды және де қалдықтарды блендерға салып ұсақтаймыз. Ұсақталған қалдықтарды кремнің үстіне салып араластырамыз. Біздің креміміз де дайын. Кремді жаңғақшаның ішіне жағып, бір-біріне жабыстырып шығамыз. Жаңғақшаларды жасап болған соң, бөлме температурасында 2 сағат, содан соң холодильникте 2-3 сағаттай тұру керек. Сонда ішіндегі кремі сыртындағы печеньеға сіңіп, жұп-жұмсақ болады. Гүлді 40 қабат пісіреміз. Қайнап тұрған тұз салынған суға гүлді 40 қабаттарды салып 15-20 минут қайнатамыз. Қабаттар қайнап болған соң судан аламыз. Үлкенде ыдысқа 3 жұмыртқа шағып араластырамыз. Табаны отқа қойып, май құйып қыздырамыз. Гүлді 40 қабаттарды жұмыртқаға малып, қызып тұрған майға салып қуырамыз. Гүлді 40 қабаттарды дәл осылай дайындасаңыз, өте дәмді болып шығады. Біздің бүгінгі ауызашардың 19-шы күніне арналған ас мәзіріміз де дайын. Сіздерге ас мәзірі ұнады деген ойдамын. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі кездескенше.